Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін менің каналымда осындай ұйғырлардың лагманын дайындайтын боламыз. Қамырын бәрін өзіміз қолдан дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге көріңіздер. Бізге қамырды дайындау үшін тұз, су, жұмыртқа қажет. Қамырын біз өте тығыз болу керек. Описанияда жазып қоямын мөлшерін. Одан артық су қоспаңыздар. Өйткені қамырымыз біздің тығыз болу керек. Міне осындай қамыр илейміз. Ол қамырымызды дайындап болғаннан кейін салафанға 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Осындай тығыз болу керек. Міне біздің қамырымыз тұрды. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөліп лапша дайындайтын боламыз. Осындай қалыңдықта бөлеміз. Қамырымыз өте тығыз, әдемі болып шықты. Міне осындай қалыңдықта бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Енді осы қамырды қолымызға майымызды жағып, осылай жұқалап, лапша секілді оны дөңгелетеміз істеп. Қатты жұқа қылмаңыздар, өйткені оны біз әлі жарты сағатқа қоя тұруымыз қажет. Осындай ыдысты үлкен тәлекені алып, астын жақсылап тұрып маймен жағып, лапшаларымызды спираль ретінде ораймыз. Міне осындай қылып спираль ретінде орап аламыз. Енді бүкіл қамырымызды солай бір-бірінің үстіне дөңгелетеміз. Бір қабатын қойып болдым. Енді оның үстіне жақсылап май жағыңыздар. Өйткені жабысып қалмас үшін істеп жағып аламыз. Сосын қалған осындай лапшаларды тағы да спираль ретінде үстіне дөңгелетеміз. Міне біздің лапшаларымыз дайын. Осыны бір жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағаттан кейін міне қамырды алдым. Ендігі кезекте осы лапшаларымызды одан да жұқа етіп, осылай қолмен жұқа етіп басамыз. Міне осындай жұқалықта болу керек. Осындай әдіспен де істесеңіздер болады. Бір жағын қолмен тартып, бір жағынан өстіп басып істеуге болады. Міне достар, біз барлық қамырымызды, лапшаларымызды жұқартып алдық. Енді осылай қолымызға жинап, мен істегенде міне видеодағындай көріп отқаныңыздай лапшаларды істеп қолмен жинап, столға ұрғылаймыз. Міне осылай жинап аламыз. Жай-жайдан соза отырып, өстіп лапшаларды жай-жаймен столға ұрғылап, оларды жұқартамыз. Жұқалығын өздеріңіз қарап отырасыздар. Жұқа ұнаса, одан да жұқартуға болады. Немесе орташа көлемде осындай қылып істесеңіздер болады. Тағы да кішкене ұрғылайық. Міне достар, лапшаларымызды жұқарттық, осындай көлемде етіп. Қалауларыңыз бойынша одан да жұқа істеуге болады сіздерге. Енді өстіп осындай барлық лапшаларымызды кезек-кезек өстіп ұрғылап жұқартып аламыз. Достар, лапшаларымызды жұқартып болдық. Енді қайнап тұрған суға бір 10-15 минутқа лапшаларымызды қайнатып аламыз. Достар, міне лапшаларымыз дайын болды. Өте толығымен пісті. Енді осы піскен лапшаларды маймен жағып, жабысып қалмау үшін өстіп маймен жағып шығамыз. Ыстық күйінде жабысып қалуы мүмкін олар. Міне дайын болды лапшаларымыз. Енді кезекте лагманымыздың етін подливын істейміз. Ол үшін бізге осы жерде көкөністер барлығын мен турап қойдым. Үлкен көлемде. Ең бірінші табамызға қызып тұрған майды құйып, оған пиязымызды әбден қуырамыз.
міне пиязымыз қуырылып жатыр. Енді осыған етімізді салып, етіміз кішкене қуырылғанша пияз бен етті бұқтырып алайық. Жақсылап араластырамыз, бұқтырамыз. Міне достар, ет пен пиязымыз қуырылды. Енді осының үстіне соя мен томатымызды қосып араластырамыз. Достар, мен бағана видеода сіздерге капустаны көрсетуге ұмытып кетіппін. Негізі бұған капуста мен помидорымызды қосамыз. Енді капустада қосуға болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен қостым. Дәмі ерекше шығады. Капуста мен қызанағымызды қосып біраз бұқтырамыз. Міне бұқтырылды екеуі де. Енді қалған көкөністерімізді, қиярды, тәтті бұрышты қосып, үстіне су құйып, және сарымсақты қосамыз. Енді осылардың барлығын әбден піскенше бір 15-20 минуттай қалған көкөністерді пісіріп алайық. Сонымен біздің подливымыз дайын болады. Достар, міне біздің лагманымыз дайын болды. Ұйғырлардың лагманы. Дәмі де, иісі де өте ерекше. Дайындап көріңіздер міндетті түрде. Лагманның лапшасы да дайындалуы өте оңай. Тек қана мөлшерін байқап отырасыздар. Судың қоспаларының мөлшері дәл сол описанияда жазылғандай болу қажет. Сонда лапшаларыңыз өте ерекше болып шығады. Міне дайын болды. Достар, егер де сіздерге менің видеом, менің рецептерім ұнап жатса, менің каналыма комментарий жазып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видеоның астына қоңырауды баса отырыңыздар. Менің видеоларымды, менің рецептерімді жіберіп алмас үшін. Достар, менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін өте үлкен рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.